сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеомызда жалғандағы ең ұлы ілім Аллах тағаланың разылығы мен рахымына, Алла тағаланың жәннатына жетелейтін ілім Алла тағаланың көркем есімдерін танып білу туралы болмақ. Алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, сонымен қатар комментарий жазып, Алла разылығын тілейтін достарыңызға видеоны жіберуді ұмытпаңыз. Осыған дейін біз Аллах тағаланың 1 мен 27 аралығындағы көркем есімдерінің қасиеттеріне тоқталған болатынбыз. Ал келесі 28-ші көркем есім Әл-Басир, бәрін көруші. Толық мағынасы көруші, ол бәрін көреген. Адам және басқа мақлұқтар көрмейтіннің бәрін көреді. Оған көрінбейтін зат жоқ. Ол ғайыпты да көреді. Әл-Басир есімінің қасиеттеріне келер болсақ, кімде-кім жұма намазынан кейін 100 рет «Я Басир» деп қайталаса, Алла тағала оның жүрек көзін ашады екен. Сонымен қатар көреген болу үшін, әлсіздіктен құтылу үшін бұл есімді 302 рет айту керек екен. Алла тағаланың 29-шы көркем есімі Әл-Хакам, қазы, төреші. Толық мағынасы хакім, қазы, төреші, ең жоғарғы сот. Оны ешкім сынай алмайды және Алланың үкімдерін кемсітіп, жамандауға ешкімнің хақысы жоқ. Бұл есімнің қасиеттеріне келер болсақ, кімде-кім күнде «Я Хакам» деп 68 рет қайталайтын болса, ақиқатпен жеңіске жетіп, ақиқатпен үкім беретін болады. «Я Хакам» деп көп қайталап жүрген адамның Алланың алдында дәрежесі жоғарылайды және зеректігі, түсіну қабілеті жақсара түседі екен. Кімде-кім дәрет алып, осы есімді күніне 99 рет зікір ететін болса, Алла тағала оның жүрегін нұрландырады екен. 30-шы көркем есім Әл-Аділ, әділетті. Толық мағынасы әділ, адал. Ол кімге болмасын ешбір әділетсіздік жасамайды. Ол өз шешімдерінде әділ. Бұл есімнің қасиеттеріне келер болсақ, кімде-кім осы есімді күн сайын 104 рет оқитын болса, әділетті болады екен. Ал екінші қасиеті «Я Аділ» деп зікір етіп жүрген адамның рухани және материалдық жағдайы жақсара түседі екен. Үшінші қасиеті кімде-кім жұмаға қараған түні 20 мәрте осы есімді қайталаса, оның ықыласы артып, шынайы достары көбейеді екен. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Алланың қалауымен бұйырса, алдағы уақытта көптеген пайдалы, иманыңызды арттыратын, Алланың разылығына бөлейтін видеолар шығатын болады. Жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, сонымен қатар видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.